Йога позаларын таңертең және кешке ғана жасамаймын. Күндіз де осындай жұмыс орнымда жасап отырамын. Осындай ноутбукта жұмыс жасап отырып, арасында демалу үшін осындай йога позаларымды жасап отырамын. Мына жерден барлығы көрініп тұрады маған, кімнің келіп, кіріп, шығып жатырғаны. Және оны не үшін айтып жатырмын деген кезде, сіздерге мотивация беру үшін, сіздер де уақыттарыңызды үнемді пайдаланыңыздар. Мен жол жүріп жүрсем де, аэропортта отырсам да, ұзақ бір нәрсені күтетін болсам, қай жерде болса да, осы Падтасана позасында отырамын, лотос позасында отырамын. Ол туралы көптеген айлар бойына айтып келе жатырмыз, көрсетіп келе жатырмыз. Ол сабақта да бар. Бұл Падтасана позасының пайдасы туралы, бұл ұзақ өмір сүруге көмектесетін поза. Білесіздер, омыртқаларыңыз тіп-тіп денеңізбен толықтай аяғыңызға жабысып жатасыздар. Денеңіз көтерілмейді, аяғыңыз тартасыз. Терең демалып жасайсыздар. Және осылай 1 минут отырамын. Содан кейін 20-30 минут бойына осылай босаңсып жатамын. Және түнде ұйықтағанда да осылай лотос позасында, Падтасана позасында жатып ұйықтағым келіп жатыр. Қазір 15 минут ұйықтар алдында осылай отырып жүрмін.